Құпия шаруада еркектің қуатын арттыратын құпия жаттығу. Қайырлы күн достар. Жатын бөлмедегі жарыңыздың алдындағы міндетті мінсіз атқарғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Жұптық қатынасты жоғарғы деңгейде жеткізгіңіз келсе, құпия жаттығуды жасай жүріңіз. Жатын бөлмеде жарыңыздың алдындағы міндетті мінсіз атқарғыңыз келе ме? Жұптық қатынасты қазіргіден де жоғары деңгейде өту ойыңызда бар шығар. Ендеше жұбайлар жарасымына үлкен ықпалын тигізетін құпия жаттығуды жасай жүріңіз азамат. Бұл жаттығу қазір соншалықты құпияда болмай қалды. Кегел жаттығу екенін өзіңіз де біліп отырған шығарсыз. Ол әйелдерге ғана әсер етеді деп кім айтты? Иә, сізге де пайдасы бар. Оны жасау үшін алдымен махаббат нүктесі аталып кеткен кегел бұлшық етін тауып алу керек. Кегел бұлшық еті жамбас қуысының түбінде орналасады. Несеп жыныс жолының жұмысына, жыныстық мүшедегі қан айналымға, шектердің босаңсуына жауап береді. Кегел бұлшық етінің кіші дәрет алу кезінде дөп басып табаласыз. Ол үшін дәретті үзіп жіберіп, оны тоқтату үшін қай бұлшық етті қысқаныңызға мән беріңіз. Осы бұлшық етті есіңізге сақтап алыңыз. Өйткені сізге дәл соны жаттықтыру керек болады. Егер кіші дәрет кезінде оны тоқтата алмасаңыз, кегел бұлшық еті мүлдем әлсіз деген сөз. Сізге жаттығуды тез арада бастау керек. Ол үшін махаббат нүктесіне күш салып, барынша жиырып қатайтыңыз. 3 секундтан соң қайта босаңсытып, тағы 3 секунд күтіңіз. Міне осы әрекет жаттығудың бір циклы саналады. Тәулігіне осы циклды 20-30 рет қайталау қажет. Бірақ мұның өзі жеткіліксіз. Сондықтан күн санап, қайталау санын арттыра беріңіз. 2 апта үзбей жасасаңыз, 50 ретке жетіп қаласыз. Бастапқыда сіз кегел бұлшық етімен бірге оның айналасындағы жамбас, бөксе, қарын бұлшық еттерінде қоса жиыруыңыз мүмкін. Бұл қалыпты да. Әйткенмен махаббат нүктесін өзге бұлшық еттерден бөлек жаттықтыруды өзіңізге мақсат етіп межелеңіз. Тек сонымен жұмыс жасаңыз. Сонда ғана әсері күшті болады. Сіз кегел жаттығуын жақсы игеріп алдыңыз делік. Бірақ шыңына әлі шыққан жоқсыз. Енді бұлшық етті жиырып ұстау уақытын 10 секундқа жеткізу жолында әрекет етіңіз. Ал босаңсытқанда 4 секунд қана демалдырыңыз. Осы 14 секундтық циклды бір күнде 70-100 рет қайталауға жеткізу керек. Сонда ғана жаттығуда да, жатын бөлмеде де нағыз жеңімпаз боласыз. Біз неге бұл жаттығуды құпия деп атадық? Құпиялылығы сол, оны сіздің жасайтындығыңызда және қай уақытта жасап үлгергеніңізде. Оны жасайтыныңызды өзгелер білмеу керек, әсіресе әйеліңіз. Ол білуге тиіс нәрсе тек қана нәтиже. Бір жақсысы жаттығуды жасайтыныңызды құпия ұстау оңай. Оны кез келген жерде, кез келген уақытта және кез келген қалыпта жасауға болады. Жұбайлық қарым-қатынаста ерлердің физикалық белсенділігі маңыздырақ. Сондықтан физикалық қуаттарыңызды күшейтетін, денсаулығыңызды шыңдайтын, әрі еркектік қуатыңызды арттыратын төмендегі жаттығуларды да жасап көріңіз. Бірінші 8 көзбен 8-дік. Ең оңай, әрі ең әсерлі жаттығулардың бірі жамбасты оңға және солға айналдыру. Осы арқылы шат айналасындағы қан айналымды жақсартасыз. 8 көзбен бел омыртқа және басқа да сүйектер белсенді әрекет етеді. Нәтижесінде сүйектеріңіз кез келген шат қимылға дайын болып, қызып тұрады. Сондықтан жамбас сүйектері мен ауаға 8 санын жиі сызып тұрыңыз. Екінші сауыр мен сырғанау. Бұл жаттығуды фитнес тренерлерде, урологтарда, сексологтарда жиі ұсынады.
ол жайдан жай емес, аса пайдалы болғандықтан. Құлақ асып тұрақты түрде жасап тұрсаңыз, өзіңізге жақсы. Ол үшін қатты, тегіс жерге отырып, екі аяқты алға созыңыз. Арқаны тік ұстауды ұмытпаңыз. Қолды өзіңізге ыңғайлы қалыпта ұстасаңыз, тек еденге тіреп, сырғанау кезінде тірек етпесеңіз болғаны. Осы қалыпта оң және сол жақ бөкселерді кезек-кезек қимылдата отырып, алға қарай жылжуға әрекет етіңіз. Тым болмағанда 2 метрге дейін жылжып, дәл осы сырғыған күйде кері қайтыңыз. Күн санап алға және артқа жылжу санын арттыра беріңіз. Күндердің күнінде жүру былай тұрсын бөксемен жүретін жағдайға жетесіз. Үшінші, аяқты аспанға. Жұмсақ төсеніш үстіне шалқаңыздан жатыңыз. Тынығуға емес, жаттығу үшін. Екі аяқты қосып, тік ұстаған қалыпта жоғары көтеріңіз. Бұл оңай, аздап қиындату керек. Ол үшін енді аяғыңызды тік ұстаған күйде кеудеңізге қарай түсіріңіз. Осы тұста екі қолды белге не еденге таяныш етіп көмектесуге болады. Сіңір мен бұлшық еттеріңіз қай жерге дейін жібергенін көріңіз. Сол қалыпта 13-15 секунд тұрыңыз. Бастапқы қалыпқа қайта келіп, денеңізді босатыңыз. Терең бір тыныс алыңыз да жаттығуды қайталаңыз. Бар жоғы 6 рет. Бірінші рет жасағаннан тізеңіз басыңызға тисе, тіпті жақсы. Тимесе оқай емес. Күнделікті жасау арқылы біртіндеп жеткізесіз. Төртінші, қайықша. Енді екпетіңізге қарай аунап түсіңіз. Бірақ демалуға да әлі асықпаңыз. Келесі жаттығу өз кезегін күтіп тұр. Оны орындау үшін аяқ қолыңызды бірдей жоғары қарай көтеріңіз. Буындарды бүкпеңіз. Тік қалыпта қолдарыңызды алға, аяқтарыңызды артқа қарай барынша созып ұстаңыз. Осы қалыпта 4-5 секунд тұрыңыз. Бөксе бұлшық еттері қатайып, ширығады. Бастапқы қалыпқа қайта келе отырып, жаттығуды бірнеше рет қайталаңыз. Әліңіз жеткенше. Осы жаттығуды жиі жасап, өзіңізді су бетінде толқыған қайықша сезінуге жеткен кезде, төсек айдынында да ұзақ жүзетін боласыз. Егер бұрын сізде мынандай келеңсіздіктер кездесіп қалып жүрсе, жыныстық мүшенің сылбырлығы, босаңдығы, серігіңіздің таңғы уақытта өзіңізбен бірге ұйқыдан оянуы, тестостеронның аз бөлінуі, жыныстық қатынасқа құлықсыздық, жұбайыңыздың көңілінің толмауы, жұптық қатынас уақытының тым қысқарып кетуі. Жоғарыда көрсеткен жолдармен жаттыққан соң, бұл минустың барлығы жойылып, плюске шығатыныңызға күмән болмасын. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.